Рухани жаңғыру бағдарламасын жүзеге асыру мақсатында Павлодар облысының білім беру басқармасы және оқушылар сарайының педагог ұйымдастырушылары мен әдіскерлерімен рухани жаңғыру кабинетінің стандарты өңделіп бекітілді. Бұл кабинеттің негізгі мақсаттары мен міндеттері еліміздің білім беру жүйесінде оқушылардың бойында отансүйгіштік сезімді қалыптастыру. жылдың 2 наурыз күні рухани жаңғыру кабинеттерінің салтанатты ашылу рәсімі оқушылар сарайынан бастау алды. Осындай кабинеттер облысымыздың мектептерінде, колледждерінде ашыла бастады. Ендеше бейнематериалға назар аударайық. Қазыналы география жобасы мәдени географиялық белдеуге енгізілген Павлодар облысының рухани қасиеттерін зерттеуге бағытталған. Қазақстанның қасиетті жерлерінің мәдени географиялық белдеуі неше ғасыр өтсе де бізді кез келген рухани жұтаңдықтан сақтап аман алып шығатын символдық қалқанымыз әр ұлттық мақтанышымыздың қайнар бұлағы. «100 жаңа есім» жобасының мақсаты отанымыздың танымал адамдарымен танысу, өскелең ұрпақты тәрбиелеу, мектеп түлектерін өздерінің кәсіби жетістіктерін көрсету, әлеуметтік пайдалы жобалар арқылы шағын отанымызды дамыту болып табылады. 100 жаңа кітап жобасы мәдениеттің маңызды элементі ретінде жасөспірімдердің оқуға деген қызығушылығын, интеллектуалды әлеуетін арттырады. Қазақ әліпбиіне латын графикасына көшу жобасы жаңа графикадағы қазақ әліпбиінің бірыңғай стандарт нұсқасына көшу үшін жағдай жасалынған. Қазақ тілінің әліпбиін өзгерту тарихы негізінен нақты саяси себептермен айқындалып келді. Латыншаға көшудің терең логикасы бар. Бұл қазіргі заманғы технологиялық ортаның, коммуникацияның, сондай-ақ 21 ғасырдағы ғылыми және білім беру процесінің ерекшеліктеріне байланысты. Павлодар облысы тарихи тұлғалардың туған жері. Қазақстанға еңбегі сіңген көптеген ұлы адамдар осы өңірден түлеп ұшқан. Кереку өңіріндегі ойшыл, фольклортанушы Мәшһүр Жүсіп Көпейұлы, қазақтың ақыны, ағартушы демократы Сұлтан Махмұт Торайғыров туралы оқу тәрбие үрдісінде терең мағлұматтарды ала алады. Мы здесь проводим различные уроки, то есть это касается истории Казахстана, культурологии, это касается социологии и политологии. Как на государственном языке это обязательно, так и на русском языке. Келіміздің басты мақсаты жастармен кездесіп, елбасымыздың рухани жаңғыру және ұлы даланың жеті қыры бағдарламалық мақаласын түсіндіру, насихаттау. Сохранить и приумножить духовные, семейные, культурные ценности. Вот основная цель создания Рухани жаңғыру. Павлодар облысында рухани жаңғыру бағдарламасы аясында облысымыздың мектептері мен колледждерінде 65 рухани жаңғыру кабинеті ашылды. Бүгінгі таңда рухани жаңғыру кабинеттерінде оқушылармен дөңгелек үстелдер, дебаттар өткізіліп, түрлі тақырыптар қозғалып талқыланды.